Зейнетақы жүйесіндегі өзгерістер 25 жылы қазақстандық зейнеткерлерді не күтіп тұр? 25 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда зейнетақы жүйесіне бірқатар маңызды өзгерістер енгізілді. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру. Базалық зейнетақы төлемі ең төменгі мөлшер 65%-дан 70%-ға дейін өсті. Бұл 22.360 теңге. Зейнет жасы ер адамдар 63 жас, әйел адамдар 25 жылы 61 жас. Әйелдердің зейнет жасын кезең-кезеңмен көтеру 28 жылға дейін тоқтатылды. Жұмыс берушінің міндеті зейнетақы жарналары. 25 жылдан бастап жұмыс берушілер жалақының 2,5%-ның бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті түрде аудару тиіс. Бұл көрсеткіш 28 жылға дейін 5%-ға дейін біртіндеп өседі. Зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын пайдалану. Пәтер сатып алу, ипотеканы жабу немесе емделу үшін зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алу мүмкіндігі сақталады. Мысалы, 30 жастағы азамат үшін жеткілікті шегі 4.580.000 теңге. Егер бұл мәлімет сізге пайдалы болса, лайк қойыңыз. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды.